Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ортасы осылай толық пісетін жұмсақ бананды құймақ рецептімен бөлісемін. Бізге қажет заттар: банан, ұн, қопсытқыш, жұмыртқа, қант және сұйық май. Төменге описание бөліміне де жазып кетемін. Алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, араластырып аламыз. Бананды алып, қабығын ашып, ыдысқа бөліп саламыз. Енді шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Үстіне жұмыртқа саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. 2 ас қасық қант қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды саламыз. Тағы да араластырып алдық. Енді жаңағы қопсытқыш қосылған ұнды салып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Табамызға май құйып, қыздырып аламыз. 1 ас қасықтан салып шығамыз. Осылай жұқалау етіп жайып аламыз. Сонда құймағымыз тез әрі толық піседі. Құймақты 2 жағынан пісіріп шығамыз. Өте тез піседі. Бір жағы шамамен 1-2 минут піседі. Осылай көпіршіктер шыға бастағанда екінші бетіне аударамыз. Міне бананды құймағымыз, яғни бананды оладьіміз дайын. Ортасы осылай толық піседі, өте жұмсақ болып шығады. Осылай сгущенканың көмегімен сәндеп қоюларыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын.